Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен қатысушылар? Менің аты жөнім Смағұл Саңғар. Алматы облыстық Шалтай Смағұл мектеп-интернатының 9-шы Б сынып оқушысымын. Менің сіздерге ұсынатын жобам ол Smart House. Яғни Smart House-тың қазақша баламасы ақылды үй деген мағынаны білдіреді. Және де осы Smart House-ты не үшін қолданды деп отырған шығарсыздар. Өйткені 21 ғасыр технология заманы болғандықтан біз сіздерге Smart House-ты заманауи екенін көрсетпекпіз. Оның құрылғыларын таныстырып өтетін болсам. Біріншіден, қоңырау. Яғни қоңыраудың бізге тигізер пайдасы ол адамдар үйге келген кезінде кейбір жағдайда біз естімей жатамыз. Сондықтан біз сіздерге заманауи қоңырауда қалай жұмыс істейтінін көрсетпекпіз. Оны қосатын болсам. Яғни, бұның программасына келетін болсам, біз программа тілі арқылы диодтар мен заманауи музыканы алдық. Және екіншісі ол дабылдатқыштар. Яғни дабылдатқыштың бізге тигізер пайдасы ол адам мен үйдің қауіпсіздігін сақтайды. Және де қызыл тетікті өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ол қызыл тетік үйде жарық бар екендігін білдіреді. Егер де біздің жарығымыз, қызыл тетігіміз өшкен жағдайда біздің дабылдатқыш автоматты түрде іске қосылады. Және де осы үйдің ішін көрсете кететін болсам, Smart House-тың. Осы желдеткіштің негізгі тетігі үйдің ішінде орналасады. Ал енді желдеткішке келетін болсам, желдеткіш оның пайдасы, бізге тигізер пайдасы ол желден энергия алады да жарықтың үнемделуін сақтайды. Және де осы желдеткіштің үстіндегі қандай сөздер деп отырған шығарсыздар. Бұл сөздерді анимациялауға және де неше түрлі тілдерге ауыстыруға болады. Нақтырақ айтқанда қазақша, ағылшынша, орысша және қытай тілдеріне ауыстыруға болады. Осы Smart House-тың негізгі пайдасына келетін болсам, Smart House біріншіден электр тоғын үнемдейді, екіншіден ол адам мен үйдің қауіпсіздігін сақтайды, және үшіншіден үйде аз орын алады. Осы қорытындылай кететін болсам, Smart House болашаққа апаратын жолдардың бірі. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.